Баршаңызға сәлем. Тәп-тәтті арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгін жеміс-жидектерден тез жасалатын салат жасаймыз. Ол үшін бізге зефир, жемістер және қатырылған қарақат, қойытылған сүт және қаймақ қажет болады. Алдымен зефирімізді жұқалап, турап, төртбұрыштап, шұңғылдау ыдысқа орналастырамыз. Жемістердің сыртын әбден тазалап жуып, дәл видеодағыдай алманы жұқалап кесіп, зефирдің үстіне саламыз. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алмұртымызды турап саламыз. Бұндай салат кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Өте дәмді болып шығады. Апельсиніміздің қабығын аршымай, осылай тураймыз. Керемет бір дәм береді. Кивиімізді де дәл видеодағыдай турап, ыдысымызға салып шығамыз. Бұл жерде үйіңізде қандай жемістер бар, соны пайдалануға болады. Жүзімімізді де саламыз, бананымызды турап саламыз. Қаймағымыз бен қойытылған сүтімізді әбден араластырып, салатымыздың үстіне құйып шығамыз. Содан кейін қарақатпен бетін әдемілейміз. Анармен де әдемілеп шығуға болады. Өте әдемі салат дайын болды. Ас болсын.